Алла тағаламыз бәрімізге осы 24 сағаттың қай уақыты адам баласының ағзасының тынығып, жаңа ертеңгі күнге жаңа деммен тұруға күшейіп, энергия жинайды ғой ұйықтаған кезде. Қай уақыттары тиімді 24 сағаттың? 24 сағаттың. Мына қазіргі кезеңдерде, мысалға, энергияны қайдан алам, энергиям сарқылды деген сияқты сұрақтар көбейіп кетті ғой. Яғни сенің энергияны табуды көмектесем деген сияқты, ол бір жаңағы жалпы жұртшылықтың ең бір әлсіз тұсы деуге болады. Осыны пайдаланушы коучтар, немесе тренерлер, ондайлар көбейіп кетті. Ал бірақ бұл табиғатта барлығы белгілі. Яғни біздің адам ағзасының ішкі биологиялық сағаты бар. Оның циркадтық ритмі бар, ырғағы бар. Мінекей ол биологиялық сағат біз қанша өзіміздің мықты энергиямыз тасып тұр десек те, сол ырғаққа ілеспесек, күндердің күнінде біздің күш қуатымыз сарқылады. Себебі адамның гормондары бұл биологиялық сағатпен тікелей байланысты. Мысалы,